Сәлем достар, біз сіздермен дәмі тіл үйретін бисквит дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Өте қолжетімді, жұмсақ, нәзік болып келетін бисквитті бірге дайындайық. Ең алдымен бізге құрғақ 2 ыдыс керек болады. Жұмыртқаны ағы мен сарысын бөліп аламыз. Сарысы ағына араласып кетпеу керек, ол міндетті. Жұмыртқамыздың ағын миксерлейміз. Осындай ақ көбік болған кезде шекерімізді 2-ге бөліп саламыз. Ақ уызын жақсылап миксерлейміз. Міне осындай консистенцияда болды. Ыдысымыз төңкерген кезде ақ уызымыз түсіп кетпеу керек. Енді сары уызымызды миксерлейміз. Міне миксерлеп болдық. Енді ақ уызымызды 2-ге немесе 3-ге бөліп, сары уызымызға салып, күрекшенің көмегімен төменнен жоғары қарай қозғаймыз. Көп қозғаудың қажеті жоқ. Егер көп қозғаған жағдайда біздің бисквитіміз көтерілмей қалуы мүмкін. Міне біздің бисквитіміздің тестасы дайын. Енді ұнымызға қопсытқышты салып, ыдыс ішінде араластырып аламыз. Содан соң жаңағы бисквитімізға 2 немесе 3-ге бөліп, төменнен жоғары қарай күрекшенің көмегімен ұнымызды іртіксіз жазып қозғайтын боламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Енді дөңгелек пішінді формамызға құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болады, сондықтан пешіңіздің градусына қараңыздар. Мен креміне осындай президент қаймағын қолданамын. Осы президент қаймағына қант ұнтағын салып араластырамыз. Сонымен біздің креміміз дайын болады. Бисквитімізді 2-ге бөліп алдым. Содан соң жаңағы кремімізді жағып шығамыз. Міне біздің бисквитіміз дайын, өте нәзік болып шығады. Аяқ асты қонақ келгенде тез дайындалатын бисквиттің бірі өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая ас болсын.